Менің есімім Ботагөз Берікқызы, мен Асылхан Ерасылдың анасымын. Жалпы білім беретін номер 61-ші жалпы білім беретін орта мектебінен біз қазір трендтегі хит болып жатқан сумканы моншақтардан жасаймыз. Бізге ол үшін керегі моншақтар, леска керек және қайшы керек. Бұйырса, ұлымыз екеуміз бастаймыз. Әуелі керегінше лесканы қиып алып, оған біз 4 моншақ өткіземіз. Ерасыл, маған көмектесеміз, 4 моншақ өткіземіз. Бұл моншақты қап ортасына алып келіп, 4-ші моншақтың кейін қаттай өзінен лесканы шығарып, біз оны тоқып байлаймыз. Біз осылай 12 қатар жасаймыз. Бірінші моншағымыз дайын болды. Келесіде біз 2 моншақ өткізіп, өзінен тоқимыз. Ал екінші лескімізге 1 моншақты қосамыз. Қасымда тұрған осы бұйымдар да менің өзімнің қолымнан істелген жұмыстар. Олар да осындай моншақпен тек көлемі үлкен түрлермен тоқыдық. Осылай моншақты осылай тоқып отырып, мен өзімнің жұмыс нәтижемді
осылай өзім осы сумканың нәтижесі осылай болып шығады. Сумке ішіне зат салуға болады, және оның аузы бар, ручкасы. Бәрі тоқылу барысы дәл осындай, бірақ әртүрлі моншақты алу барысында неше түрлі кейіпке енгізуге болады. Осы барлығы осы бір тоқу әдіспен тоқылады.